Қайырлы күн, құрметті студентім. Бүгінгі сабағымыз біздің отказ алу туралы айтатын боламын. Яғни сатқан кезде міндетті түрде сату бар және сата алмау бар. Барлығымыз сатушы болып туылмаймыз. Бәрін былай өмірде жүре келе үйренеміз. Енді сатудан қорқатын адамдарда екі түрлі нәрсе бар. Біріншісі ол жұрт не дейді деп ұялу, екіншісі жоқ деген сөзден қорқу. Мысалы үшін мен осы затты сата алмасам, мен оған ұсынған екен ол жоқ десе не болады? Одан кейін мен жаман болам ғой, лучше сатпай қояйын деген сияқты қорқыныш болады. Адамда жоқ деген сөзді естіген кезде бір настроениесі түсіп, ішін бәрі бір түрлі болып, қойшы болды, мен сатумен айналыспаймын, мен бұл қызметті сатпаймын, ешнәрсе сатпаймын деп осы жерден бәрін тастап кеткісі келеді. Ол нәрсе бүкіл адамда бар. Бүкіл адам ол этаптан өтеді. Сондықтан да уайымдамаңыз, ол тек сізде ғана емес, барлық адамда болатын нәрсе. Енді жоқ деген сөзді естіген кезде ешқандай жаман болмай, өзіңді нормально ұстап, аха жарайды деп кетудің жолдары бар. Мен соны айтатын боламын. Біріншіден, сіздің ұсынып жатқан товарыңыз, қызметіңіз ол адамға керек болмауы мүмкін. Сондықтан ол жоқ деді просто так осылай қабылдаймыз. Немесе ол адамға керек екенін сіз біліп тұрсыз, ол кісінің парақшасы онша емес, парақшасын күшті қылып жүргізсе, оған көп клиент келетінін сіз біліп тұрсыз, но бірақ ол оны түсінбей тұр, оның байыбына жетпей тұр, сондықтан да жоқ деп айтып тұр. Бұны да дәл осылай, оказывается, бұл кісі әлі түсінбейді екен ғой деп қабылдау нормальный нәрсе. Мен мысалы үшін курсымды ұсынамын, ол кісілер қымбат қой деп айтса, мен сразу аха жарайды деп қойсам, өйткені ол кісі қымбат нәрсені алуға әлі дайын емес. Ол алған күннің өзінде көп проблема шығарады. Ой, мына курс мына жер ұнамады, оқығым келмейді, мен тапсырмаларды орындағым келмейді деген сияқты көптеген проблема шығарады. Сондықтан да мен ондай кісілерге зорлықпен ойбай алшы деп айтпаймыз. Просто так солай қабылдаймыз. Енді қараңыздар, жоқ деген сөзге реакция білдірмей күшті сатудың үйрену жолы ол практика. Сіздерге тапсырма беремін. Практика ретінде 100 адамнан отказ жинайсыздар. Өз өнімдеріңізді ұсынасыздар. Ол жерде может біреу келісетін шығар, но бірақ маған 100 отказ керек. Жоқ деп айтқан 100 адамның аты жөнін жазып, кімге ұсындыңыз, жоқ деп айтты ма, келісті ма, соның барлығын жазасыздар. Келесі сабақта соны чатқа жібереміз. Екінші нәрсе ол ұялу. Сатудан ұялады. Қош, жұрт не дейді, мынау да бір нәрседен бастапты ғой, Инстаграм жүргіземін деп шығыпты ғой деген сияқты әңгімелер айтуы мүмкін жұрттар. Но бірақ сіз жұрттың сөзін тыңдап отыра беретін болсаңыз, ол ешқашан дамымайсыз. Сондықтан да жұрттың сөзіне қарамай үйренеміз. Жұрт не дейді? Бір рет айтады, екі рет айтады, сосын ұмытып кетеді ол. Сіз ертең күшті жетістікке жете алсаңыз, сол жұрттың бәрі сізді мақтайтын болады. Ол просто басында солай барлығы қарсы келуі, ішкі қарсылықтар, сыртқа қарсылықтар, олар это нормальный нәрсе. Бұл өмірде негізі мынау дұрыс емес деген нәрсе жоқ. Барлығын істеп көріп, тәжірибеңізден өткізгеннен кейін ғана білесіз оның қаншалықты сізге пайдалы болған, қаншалықты пайдасы болған деген сияқты. Енді тапсырма сіздерге 100 отказ жинаймыз, өз қызметімізді, өз өніміміз болса өнімізді ұсынамыз, 100 отказ жинаймыз және чатқа жібересіздер. 100 отказ жинауға мен сіздерге 2 күн уақыт беремін. Дайректке жазасыздар ма, WhatsApp-қа жазасыздар ма, бәріне жазып или звондап отказ аласыздар ма, осылай 100 отказ жинайсыздар. Баршаңызға сәттілік, келесі сабақта көріскенше.